Бәріңе сәлем достар. Бүгінгі біз алдағы уақытта және болашақта жойылып кетуі мүмкін 7 қала жайлы айтатын боламыз. Ол климаттың және ауа райының өзгеруіне байланысты болуы мүмкін. 7-ші орын Сан-Франциско қаласы. Сан-Франциско қаласында көптеген адамдар жойылып кетуі мүмкін екенін түсінеді және бұл не себепті екенін де біледі. Катрин дауылының кезінде Сан-Франциско қаласында адамдардың саны өте көп еді және қазіргі таңда Сан-Франциско қаласында 900 мың ғана адам бар. Қазіргі таңда Сан-Франциско қаласында жойылып кеткен қазіргі адамдардың және жойылып кеткен үйлердің, тұрғындарының және барлық мәселелер шешіле ме? Және оны алдағы уақытта бұл нәрсені қолға ала ма? Бұл ешкімнің ойына келмеген сұрақ болады. Әрине достар, Сан-Франциско қаласы қазіргі таңда болашақта жойылып кетуі мүмкін қалалардың бірі. Әлемдегі ең романтикалық қалалардың бірі. Мыңдаған жылдар бойы суға батып келеді. Осы ең соңғы 100 жыл ішінде су деңгейі айтарлықтай өте өсті. Қазіргі таңда Венецияны Италия тобы өз қолына алуда, бірақ алдағы уақытта бұл қаланың жойылып кетуі әбден мүмкін. Себебі топырақтың азаю сантиметрі 25 сантиметрге азайды. Алдағы уақытта Венеция жойылып, себебі бұл жерде өздеріңіз көріп тұрғандай судың деңгейі күрт көбеюде. Бастапқыда ең ірі империяның бастауы болып табылған Мехико қазіргі таңда жойылып кетуі қауіпті бар қалалардың ішінде және алдағы уақытта бұл қаланы қолға алу өте керек деп ойлаймын. Себебі бұрынғы империядан қалған үйлер, сарайлар, соборлар барлығын осы Мехикодан таба аласыз және алдағы уақытта бұл өте үлкен жерлер болып табылады достар. Мехикоға өздеріңіз барып көрсеңіздер өте керемет әсер алар едіңіздер. Болашақта бірте барлық қалалар су тасқынынан және экономиканың зардабынан жойылып кетуі мүмкін. Банжул бұл экономика жағынан да және су тасқыны жағынан да апаттардың алдында тұрған мемлекеттердің бірі. Қазіргі таңда және алдағы уақытта жойылып кетуі қаупі бар. Және бұл күрте жыл сайын өсуде. Қазіргі таңда осы банжулды құтқарып қалу және осы теңіздерді нығайту қолға алынып жатыр. Бірақ олар осы банжулды құтқарып қала ма? Және бұл барлығына ұсынған. Қазіргі таңда ең экономикасы жағынан нашар мемлекеттердің арасында банжулды көруге болады. Себебі өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде экономикамен және басқа да адамдарға ақша табу өте қиын және бұл жер алдағы уақытта су тасқынынан зардап шегуі мүмкін. Құмды төбелер, құнарлы жерлерге шабуыл жасағанда елеулі қиындықтар болады. Дәл осындай апат оңтүстік Африкаға да келіп жетті. Тимбукту бүкіл әлемге өзінің үлкен аттракциондарымен және өзінің бұрынғыда 1000 жыл бойы сақталған ғимараттарымен бүкіл әлемге танымал. Көгілдір ғимараттың және көгілдір құмның астында қалып қойған Тимбукту алдағы уақытта жойылып кетуі қаупі бар және оңтүстік Африкадағы ең қаупі бар қалалардың бірі. Неаполь оңтүстік Италияның ең үлкен қалалары бойынша 3-ші орындағы қала. Бұл қала алдағы уақытта бір жанартаудың әсерінен бүкіл Италия жұртын құлдыртауы мүмкін. Себебі бұл Италияда өте қаупі бар және өте құлдырауы кетуі мүмкін. Бір жанартау бар және ол барлық Италия жұртына таныс. Алдағы уақытта бұл жанартау егер атпайтын болса, бүкіл Италия жұрты құлдырап кетеді. Бұл жанартау ең соңғы рет 1944 жылы атылады. Және алдағы уақытта 2000 жылдардың ортасында атылауы мүмкін. Әрі бұның зардабынан бүкіл Италия жұрты құлдырап кетеді. Сол себепті бұл ең құлдырап кетуі қаупі бар қалалардың ішіндегі ең қауіптісі болып тұр.
Бангкокка да қазіргі таңда қауіп қатерде төніп келе жатыр. Алдағы уақытта теңіз деңгейінің көтеруіне байланысты Бангкок қаласы шойылып кету қаупі бар. Енді Таиланд қазіргі таңда Таиландтағы отырған үлкен басшылары бұл Бангкоктың теңіз деңгейінен қазір көтерілуіне байланысты бұл Бангкокты қазір ешқандай қолдарына алмай жатыр. Алдағы уақытта осы соңғы ақпараттар бойынша Бангкокта көп жерлер нағыз арналар. Барлықтарыңыздың назарларыңызға рахмет достар. Осы видеоны лайкпен қолдап кетейік.